Ассалаумағалейкум, сіздермен Bamix мотосалоны. Міне арнайы сіздер үшін Bamix мотоциклдерін тауға алып келдік. Тест-драйв жасап, жүргізіп көретін боламыз. Bones, the Juice Man, yeah. Let's get it. Hey. Fuck an eighth with the O's and me bye. Timberlake with the K, say bye. Got my hand on your bitch, yeah, she mine. Anytime I get low, I get high. 05 on my side, gonna drop. Put your hands in the sky, who you die. Now it's time to unwind, windows down in the vibe. Oh no, sit back, don't try. Let my line flow, age like wine. Sipping that she fine, negative mind, baby bones not kind. Алдарыңызда 250 кубты X33 моделі. Екінші мотоцикліміз X22 моделі 300 кубты. Ары қарай қоясыңыз. Жігіттер, құрметті достар, қауіпсіздік шарасын міндетті түрде сақтаймыз. Міндетті түрде каска киіп жүреміз. Не деген ләззат аласың адан. Ощущение вообще күшті. Екі адамның өзін 300 кубты тауға смело көтеріп бара жатыр. Қазір 3-ші скоростен кетіп баратырмыз. 4-ші скорост. Не деген керемет сезім мынау. Кез келген тауға шығады ғой мынау. Өте керемет сезім. Жоғары қарай тартысы мощный екен, қараңыздар. Міне қазір 300 кубтың жоғары қарай тартысын көреміз бір адамның. Өте жұмсақ тастармен жүрген білінбейді. Жұмсақ отырасыз, амортизаторлары күшейтілген түрде жасалған. Қазір ана жоғары жаққа шығып көрсететін боламыз. Міне біз X22 моделімен жердің бетінен 1870 метр биіктікке шықтық. Мотоцикліміз әлі бабында өзінің әдемі оталып тұр. Біз қазір міне мына жердеміз. 1870 метр биіктіктеміз. Астынан бері осы мотоциклмен көтеріп жатырмыз. Қазір тағы да шығатын боламыз. Міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз, каска киіп жүреміз. Міне тауға мүлдем қиналмай шығып келе жатыр. Мына тастарды, мына тастарды мүлдем сезбейді екен мына. Мотоцикліміз әлі бабында, қанша жоғары қарай шықса да, дауысын естісеңіздер міне. Атады. Деп кілтеп қоясыздар да, походқа шығып жүре бересіздер ғой. И
қашықтықтан басқару пульт жұмыс жасайды бұл жерде. Өй. Қашықтықтан басқару жұмыс жасайды бұл жерде. Осылайынан мотоцикліңізді оталдырып қойып, алыстан қыздырсаңыздар да болады. Неге именно осы тас жолды таңдады десеңіздер, осы X22 моделін көрсеткім келген. Күші өте мықты екен. Бұл сезініп білсеңіздер ғой, өте керемет. Дөңгелектерінің протекторларының өзін қараңыздар. Бұндай тастарды менсінбейді екен, тауға қарай, өрге қарай, қырға қарай. Сол 300 кубта X22 моделі. Керемет. Жоғары жақ кішкене салқындау екен. Біз төмен қарай түсеміз. Айтпақшыдай, бұл мотоциклмен жоғары шығудың да, төмен түсудің де өзінің ебі бар екен. Егер сіз мотоцикл айдау білмесеңіз, бірден тауға қарай шығудың қажеті жоқ. Егер білмеген жағдайда біздің келесі видеоларымыздан көрсеңіздер болады, қалай айдау керектігін базовый түрде үйрететін боламыз. Bury me alive with 150 blunts lit. I'ma split like a kid on the pit. Always yapping how you stacking, spending bands on your fit. Get ran for your shit, get robbed for your life. Set fire to your ice, watch you melt to the light. I got two bad bitches sucking at the same time. The way they had my toes curled up should be a crime. Байқамасаңыздар неше түрлі жағдай болады. Жаңа мына қырға шығамыз деп құлап қалдық. Ну, іштен кетпейді. Болып тұрады ондай. Сол үшін қауіпсіздік ережелерін әрқашанда сақтап жүріңіздер. Адам денсаулығы өте маңызды. Қазір міне Инстаграмға және де басқа желілерге съемкаларымыз жүріп жатыр. Қазір міне үстіге X22 моделі мен X33 моделін алып келдік. X33 модель 250 кубты. Бұл енді X33 моделі 300 кубты ғой. 300 кубтыдан қарағанда 250 кубтыдан қарағанда 300 кубты жақсы шығады ғой дегенмен. Өте әдемі жер екен, мен өзім бірінші рет келіп тұрмын мына жерге. Адам табылады ғой, темір аман ба дейсіз. Бамикс мотоциклдерін табу қиын ғой деп пе? Бамикс мотоциклін көріңіздер, құлады, сынбады, никак. Адамда аман. Сондықтан сапасы мықты, мощный, керемет. Сіздерге менің атымнан совет дейін ба, не дейін? Бамикс мотоциклін алыңыз, мотоциклін. Бұл жігіт, назар аудармаңыздар, бұл жігіттің өзі сондай несі бар өзі. Сондай ауыратыным бар. Міне бізде түсірілім бітті, мотоциклдерімізді тиеп қайтамыз. Тосы бар. Бәрі тос. Бүгінгі түсірілім ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Және де қай жерге барып түсіруімізге ұсыныстарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Өзіміздің көлігіміз бар, тиеп алып апарып түсіретін боламыз.